Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін жұмыс күнін бастап жатырмыз, бірінші күн. Жолға шықтық. Где-то 30 сағаттай демалдық. Жүк түсіруге бара жатырмыз. Алдымызда 130 километр бар. Полный бак заправканы жасап алдық. Багымыздың бәрін тексеріп, прицепті тексеріп, жүгімізді тексеріп, бәрі тыныш, бәрі орында, ешқандай происшествие жоқ, шүкір. Сонымен алдыға кетіп бара жатырмыз. Суббота күні деп тоқтадық, кешке қарай. Енді орын жоқ анарда. 3 рет орнынан ауыстырдым, ол орнынан жылжып. Бірінші келгенде шет жақтаға қойдым қараңғыда. Одан қайттан бері қарай келіп, прицепті бөлек шешіп, тигашты бөлек қойдым. Оны қойып келіп енді жатып жатыр едім. Хорошо. Одан тигашты шешіп, оны бөлек қойып жатқанда орын босап, қайттан прицепті жалғап, кешке дейін итіміз шықты ғой. Әйтеуір жайға асып, сол жерде тұрдық. Талғат деген жігіт бар қасымда, Ақтаудікі. Соған жақын тұрайын деп әйтеуір бір-бірімізге жақын болайық деп сөйтіп істегенде тұрымыз ғой енді. Соған кеше 2 күн бойы екеуміз тамақ істедік. Бірінші лағман істедік. Кеше палау істедік. Палауды сағым қаппыз біраздан бері. Өзім палау істей алмаймын. Соған тәкеңе айтып, тәкең істетіп, тәкең палауын жеп отырсам. Енді Испанияда жүріп былай бір-бірімізбен жолығу деген нереальный нәрсе ғой. Мен бұл жаққа келген кезде бұл кісі қайтып бара жатқан. Екеуміз бір-бірімізді қай жерде көрдік деп есімізге тұрамай, соның бір жігіттер бар әйтеуір. Солардың арқасында әр айтып, бер айтып, болған жағдайда айтып, сөйтіп бір-біріміз әйтеуір таныдық. Есімізге түсті әйтеуір қай жерде танысқанымыз, қалай танысқанымыз. Жие деген домала екен ғой, енді түсініп жатырық. Любой жерде жолға деген ғой, любой адам. Через 400 метров держитесь левее, потом Ол кісі где-то 5-терде жүреді. Местный уақытпен 2 сағаттай жүреді ғой жолда. Сонымен кете бер деді, маған қарама деп. Әйтпесе айтқан бірге шайықта деп. Ол да осы мен баратқан жаққа қарай жақын. Сол жаққа қарай барады. Кетіп бара жатырмын. Одан кеше тағы бір қазақты көрді, Талдықорғанның Төлеген деген. Ол ар жақта тұр, бірақ басқа паркингте тұр ол. Держитесь правее. Сонымен мен де кеше жолықпайдық, кешке қарай барып әңгіме айтып біраз. Енді мынау біздің осындай бауырмашылдық боп, енді бір-бірімізге ұйымшылдық боп, осылай бір-бірімізді өліп тұрғанымызды кеше бір белорустар көріп әңгіме қылып жатыр. Сендер бір-бірлерің десе өліп қалғансыңдар я деп. Біздікілер өліп отырсаң да жаңағы құлап бір жерде бір өлейін деп жатса да жаңағы жан ашымайды ғой дейді да біздегілер бір-бірлеріне. Сендерге қарап таң қалам дейді да. Енді әркім әртүрлі ғой, енді сендер басқа ұлт, біз басқа ұлт дегендей ғой. Кімге ешін дейміз ғой оған. Осылай бір-бірлерімізді құрметтеп жүре берейік ағайындар. Ой, сол күйі тазаламады кеше. Не болып кетті ғой жаңағы. Шыбын-шіркей қаптап кетті ғой далада. Келіп, қанша жусаңда жабысып қала берді. Білмеймін, не істеуге болады оған. Бүгін выгрузкамыз 6-да, таңғы 6-да баратын жеріміз круглосуточный жұмыс жасайды екен. Сол ертерек барсам, бір сағат бұрын ерте барсам, ұйықтап аламыз барып. Басына барып, сосын 6-да кіріп, жұмыс түсіріп құтыламыз.
станцияға қарай жүк бермейтін шығар енді, ертеңге қалдырмаса көреміз бүгін. Осылай өтіп жатыр өміріміз әйтеуір күнделікті. Бір күн жолығасың, бір күн жолықпайсың әйтеуір. Бір күн танысыңды көресің, бір күн таныс емес әйтеуір. Бір қазақ болсын, қырғыз болсын, өзбек болсын, тәжік болсын, сондай біреулермен жолығасың әйтеуір. Өзіңнің көрші елдерің ғой енді, көршілерің. Осылай ғой дальнобойщиктің өмірі. Неше түрлі адамдарды көресің, неше түрлі жерді көресің. Басыңнан любой нәрсе, неше түрлі нәрсе өтуі мүмкін басыңнан. Соның бәріне шыдау керек, сынбау керек. Әр нәрсенің өзінің қиын жағы да бар, оңай жағы да бар. Сол үшін басыңызға түскен сынақтың қайсы бірі болса да бәріне шыдау керек. Погрузка келдік. Қандай ішіп жатыр, базар жоқ. Ё-моё, қайнадым ей. Еще қалың егіз қойды. Мына ағаштардан сал дейді артына. 10 штук. Ё-моё. Өйстіп салып шықтым орнын. Ары қарай кетті басқа жағына. Күнде ыстық болып кетті ғой. Біреу артынан жүрді. Хорошо, что бір денсау адам табылды әйтеуір. Подсказка береді. Күн ыстық болғаннан кейін ба, ешкім настроениесі жоқ. Оңай ма күн ыстықта. Короче, қандай ішіп жатыр. Ағаштарды ал дейді, сал дейді. Бәрін түсінбедім, короче. Әрі кездесіп көрейік. Біттік ау. Ары қарай Весовойға барамыз қазір. Ол жаққа бар ремень тартып. Құдай қаласа бір 2 сағаттан кейін шайнап соққан бұл жақтан. Арматура. Барлық жерде арматура. Бара, шайқама, шайқалма. Шумас. Шаршап жүрді. Мен обязательно осылай таптым. Штапа. Былай қарай. Прицептің алдына қарай өтіп кетіп. Ары қарай. Тигачқа өтіп кетіп. Масқара болмас үшін. Страховка ғой барлығы, главное. Безопасность. Кеттік. Ары қарай чую қалды. Сыр біттік ал. Мына жақтан шықтық. Енді. Айта алмаймын бар ма ауырлығына. Шаршап кетті. Ана кашек жүр жұрнағып. Бірдеңе айтады, түсінбеймін. Мен оны айтам, ол мені түсінбейді. Ол маған айтады, мен оны түсінбеймін. Бәрібіріміз түсінбей әйтеуір. Тиедік. Зил жақтап жүріп әйтеуір. Сонымен онымен шыққаннан кейін ремень тарттық. В общем, адский жұмыс болды ғой бүгін. Че кеттік ары қарай. Блин. Француздармен жұмыс істеген қандай приятно деймін да. Келдім, алдымнан шықты. Соңынан жүр деді, боковойды аш деді, бәрін шешіп тастадым. Ешқандай офиске барған жоқпын. Печатты бәрін өзі істеп, өзі тандырып. 10-15 минут өтіп тастады. Енді мына жерді жинап жүру керек. Боковойды соңынан жабамыз. Фотоказығын жапсақ ауа болмай қалады. Далада жаңбыр, как положено. Так, мына жинап тастаймыз енді. Келесі погрузка барамыз. Ал болдық түсіріп. Жаңбыр тоқтамай жатыр әлі. Шай ішіп алдық, асықпай. Завтрагымызды ішіп алдық. Енді пока задание жоқ. Күтеміз енді пока что. Әзірге болса каналға тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер.